Ұсақ және шағын шаруашылықтар жер көлемінің аздығына байланысты ауыспалы егістік технологиясын сақтай бермейді. Салдарынан еліміздегі топырақ құнарлығы 30%-ке дейін төмендеген дейді ғалымдар. Жерді тоздырмау үшін шағын қожалықтарға бірігу қажет. Диқандарды күш біріктіре еңбек етіп, ірілендіруге шақырған жиын Жетісу облысының Ескелді ауданында өтті. Германнан ұсақ шаруаларды өз қарамағына топтастыруды 2000 жылдары бастаған. Содан бері ол 25 қожалықты серіктестігіне қосты. Нәтижесінде шағын шаруашылықтар 1700 гектардан аса жерді игеретін үлкен құрылымға айналды. Мы скооперировались. Біз бірігіп барлық мүмкіндігімізді пайдаланып, қаражатымызды қосып, заманауи техникаға қол жеткіздік. Сол арқылы жұмыс жеңілдеп, өнім көлемі артты. Қазір бидайдың, жүгерінің, қант қызылшасының жаңа сұрыптарын егіп, сынақтан өткізіп жатырмыз. Аталған серіктестік өңірдегі үздік шаруашылықтың бірі. Сондықтан олардың тәжірибесі 50-ден аса шағын қожалық иесіне үлгі ретінде көрсетілді. Басқосуда ірілендірудің артықшылығы айтылып, ауыспалы егістік технологиясының тиімділігі түсіндірілді. Маңызды мәселенің біреуі, себебі ауыспалы егістікті сақтау арқылы жердің қонарлығын көтеруге болады. Соны басқа шаруашылықтарға жаңағы тәжірибе ретінде көрсетіп, сол шаруашылықтарды осындай дәрежеге жетуіне ықпал етуін осы семинар негізінде біз жүргізіп отырмыз. Шағын шаруашылықтар ұжымдасса жер көлемі ұлғайып, ауыспалы егістік технологиясын сақтауға мүмкіндік туады. Бұл өз кезегінде өнім көлемін 40%-ке дейін арттыруға ықпал етеді дейді ғалымдар. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.